Сәлем достар. Дресс-код KZ арнасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біз Second Hand'тамыз. Бүгін біз 3 түрлі образ құрастыратын боламыз. Сонымен қатар әрқайсына 5 минуттан бөлінеді. Осы уақытта біз қызықты образ құрауға тырысатын боламыз. Сіздерге қызық болса, осы шығарылымды соңына дейін қараңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Шығарылым барысында біз 3 түрлі образ құрамақшымыз. Бірінші, ол casual, күнделікті өмірге арналған образ. Екінші образ, ол шектелмейді. Яғни өзіміздің қызықты текстура, өзіміздің фантазияға байланысты қызықты принттердің барлығын микс жасап, қызықты образ дайындау. Ал үшінші, өзім үшін өте бір эксперимент болмақшы, себебі біз ер адамдардың киім бөлімінен киімдерді жинап, өзімізге арналған образ құраймыз. Және осы образдарды құрау үшін бізге 5 минут уақыт бөлінеді. Ал ендеше уақыт басталды. Артур берді, достар. Мына жақтарды точно танымаймыз. Норма. Так, маған қазір casual образ құрау керек. Және оның базасы ретінде мен джинсы алғым келіп тұр. И маған қандай да бір джинс, либо бежевый джинсы ма, сондай қарау керек, шалбар ма. Сол. Так. Және менің жалпы бойыма, фигурама сай келетін киім ол редкісші. Алу керек бізге. Анағызым олай. Сонымен қатар джинсылы. Мына жақтарды точно танымаймыз. Енді үстіңгі киім. Маған рубашка керек негізі. Полоска, это классика. Так, қай жақта бар еді? Мұнда бар ма еді? Мәссаған. Мен білмеймін не аларымды. Морячка. Осыны аламыз. Так. Менде 3 минут уақыт қалды. Қажатын мұнда мен. Мұнан көрдім бір. Так. О! Қызық кардиган таптым. Так. Мұнда нелер бар екен? Көйлек. Мұнан декольтесі терең екен. Болмайды. Мәссаған. Мана қара. Джинсылар. Кстати, джинсы қызық. Мынаның астына тек қойса да ала салайық. Так. Примерно гамма бізде не? Бежевый цвет. Ала салайық тоже. Ала салай. Свитер дейді. Негізі қызық, бірақ түс жағынан қандай да бір қызық түс olsun мәссаған. Қандай күшті. Бізде 1 минут қана қалыпты ғой, әлі аксессуар бар. Тез таңдау керек бізге. Бір жасыл түсті ме? Не аламыз? Қоңыр джинс. Осыны аламыз. Бірақ білмей маған келе ме екен. Шоли Вранглердің джинсы негізі өте жақсы бренд бұл деген. Мен қазір аяқ киім табуға үлгермеймін. Сол үшін быстро қазір аксессуар ма, бір шляпа ма, бір бәле таба салсам. Қандай жүреміз? Уақыт аз. Енді не болса, мынаны ала салам, мынау норм екен. Сонымен, шляпу. Мұнан бір бәле ала салайық. Галстуктардан. Ниш. Мен образым дайын болды, в принципе. Тезірек примерочныға.
Достар, біздің уақыт өте шықты. Қазір біз образдарды киіп көретін боламыз. Жалпы процесс маған өте қатты қызық болды, ал сізге? Маған да тоже қызық болды. Бірінші рет келуім осындай жерге. Иә, осы жерде бірінші рет біз және де мұндай бір қызықты киімдер табамыз деп ойламап едік. Ал ендеше киіп көрелік. Кеттік. Біздің бірінші образ. Осындай. Бұл біздің екінші образ. Сізге қалай болып тұр? Жалпы қандай текстуралар таңдауға, қандай принт таңдауға? Мен өзім осыны таңдайтын кезде қиын болды. Кішкене қандай түстерді өзім мүлдем қолданбайтын түстерден таңдадым бүгін. Вообще кимейтін. Ал сіз ше? Мен көбіне андай пастельный дейді ғой, сондай қатты көзге түспейтін, бірақ соның өзінде өз ара байланысатын түстерді таңдадым. Маған қатты қалпына винтаж сөмке. Жалпы бізде ер адамдарға арналған, ер адамдардың киімінен құралған осындай образ құрадық. Нұрдана, сізге ер адамдардың киімінен өзіңізге арналған образ құрау қиынға соқты ма, әлде оңай болды ма? Қиынға соқты десем болады. Неге? Өте қиын. Мүмкін мен жарастырып кие алмадым деп ойладым. Одан кейін маған көмектескен бір жан бар. Ал мен осындай қою көкпен шоколад түстерді салыстырып, байланыстырып, осындай бір образ құрастырып шықтым. Second hand мен үшін бір қызық, бір жаңалық болды, ашу болды өзіне. Осындай керемет образдарды құраймыз деп мүлде ойламаған едім. Сіздерге де осы шығарылым ұнады деген ойдамыз. Біз осы арқылы сіздерге шабыт бере алдық деген ойдамыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де тіркеліп кетіңіздер. Келесі шығарылымда көріскенше, сау болыңыз.